Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен баялдыдан баклажаннан кереметте тағам жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бізге қол жетімді заттардан осындай баклажан, помидор, сыр, қызанақ және де бізге фарш қажет болады. Өте оңай және ерекше тағам. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ең алдымен жуамызды, яғни пиязымызды аршып турап аламыз. Негізінде үйлеріңізде жандай пиязды езетін блендер болмаса, онда қолдарыңызбен ұсақтап турасаңыздар болады. Мен бұны блендермен езетін боламын. Сондықтан осындай ыдысқа салып, қазір міне қараңыздар, бір қалыпты осындай болады міне. Осылай езіп алсаңыздар да болады. Енді осыған дәмдеуіштерімізді қосамыз. Мен де жаңағындай тұз бен паприка қостым. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін барып баялдымызды турайтын боламыз. Тураған кезде өте жұқа қылмай, қалыңдау турай беріңіздер. Өйткені біз бұның ортасына фарш салатын боламыз. Сондықтан міндетті түрде осындай қалыңдықта болсын. Енді қараңыздар, міне ортасын до конца кеспейсіздер, осылай жартылай кесесіздер да ашық қалдыра бересіздер. Бұның ортасына, яғни қазір біз фарштарымызды орналастыратын боламыз. Міне бәрін бірыңғай осылай істеп алсаңыздар болады. Менде 3 баклажан кетті, үлкендеу, кішкене. Сондықтан сіздер өздеріңіздің үйлеріңіздегі адам санына қарай есептеп жасасаңыздар болады. Енді осының ортасына міне жаңағы дайын фаршымызды орналастырамыз. Өте көп салып жібермеңіздер, қатты тығыздап, осылай жеткілікті міне. Сосын жан жағын осылай басып ішіне фаршты кіргізіп, осылай жасайсыздар. Енді котлетке ұқсап тұр ғой, іші котлет, бірақ жаңа баклажанның ішінде жасап көрдім. Сондықтан сіздер де осылай жасап көріңіздер. Енді осыған біз соусымызды дайындаймыз. 4 жұмыртқамызға тұзымызды салып, сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, сосын кейін ұн қосатын боламыз. Бұл сұйықтық жаңағы соусымыз өте сұйық болмау керек, өте қою да болмау керек. Орташа ғып осылай жасайсыздар. Мен міндетті түрде құрамын астына жазып кетем. Соған қарап жасасаңыздар болады. Міне бірыңғай болғанша осылай жақсылап араластырып алыңыздар. Енді біз бұны қазір майға қуырып аламыз. Майға қуырғаннан кейін міндетті түрде духовкада 35 минуттай пісіріп алатын боласыздар. Баялдымызды саламыз, осылай аунатамыз. Енді қызып тұрған майымызға 2 шетін аударып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қараңыздар, міне бәрін тез салып, қуырып жатырмын. 2 шетіне аударып, майға күйіп қалмаңыздар, байлаңыздар. Осымен біздің баялдыларымыз қуырылып болды. Бәрін бірыңғай духовкеге салатын ыдысқа орналастырамыз. Енді осының үстіне жаңа қызанағымызды жіңішкелеп, осылай домалақтап бөліктерге бөліп аласыздар. Міне бәрін бірыңғай бөліктерге бөліп алыңыздар. Енді осыны бір-бірден әр баклажанның үстіне қойып шығыңыздар. Үйлеріңізде қандай сыр бар, кез келген сыр бола береді, мейлінше еритін болсын. Мен осындай сыр қолдандым. Осы сырды әр баклажанның үстіне 2 данадан қойып шықтым. Немесе домалақ қып сырды кесіп қойсаңыздар да болады. Осымен міне тамағым дайын болып шықты. Қараңыздар, керемет қой. Гарнирға кез келген нәрсе бола береді. Мен де күріш қостым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша гарнирсіз да берсеңіздер болады. Енді ішін мен сіздерге кесіп көрсетейін. Міне қараңыздар қазір. Қараңыздар, міне іші сочный болып, баклажанның ішінде керемет болып шықты. Ас болсын.